Сәлем достар, бүгін өте керемет болып шығатын песочный тестадан дайындалатын әрі өте жылдам самса дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаға татымына қарай тұз қосып, және де сүт қосамыз, және де үйде күйдірілген май бар екен, мен соны қостым. Сіздер сары майды немесе осылай күйдірілген майды да қолдансаңыздар болады. Жақсылап тұрып, біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Енді қасықтың ұшымен сода салып, жақсылап араластырамыз да, ұнды бірте-бірте қосып, ортасында араластырып алатын боламыз. Бұл жерде яғни сұйықтығыңызға байланысты ұнды қоса бастайсыз, қою қамыр болып шығуы қажет. Міне, біздің қамырымыз осылай болып шықты. Ол өте қатты құрғақ емес те, қатты жұмсақ та емес, орташа болып шықты. Және де енді біз қамырымыздың бетін жауып қойып қоятын боламыз, және салмасына кірісейік. Мен кәдімгі сиыр етінен ұсақталған, және де осылай пиязды турап алдым, айдалап тұрып. Осылай қарапайым түрде салмасын дайындайтын боламыз. Сіздер өз жағдайларыңызда картоп немесе асқабақпен де жасасаңыздар болады. Енді татымына қарай тұзын, бұрышын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Біркелкі болып араластырды. Енді қамырға кірісейік. Қамырымыз 20 минуттай тұрды. Осылай ұзындатып, біркелкілендіріп кесіп шығатын боламыз. Кесілген қамырларды дөңгелектеп аламыз. Дөңгелектеп барлығын бір тысқа қойып аламыз. Және де жақсылап тұрып бетін целлофанмен жауып қойыңыздар, себебі қамырымыз қаязып, қатайып қалмау үшін. Міне осылай бір-бірлеп алып, жайып, керекті мөлшерде әртүрлі формаға салып түйе берсеңіздер болады. Мен осылай 3 бұрыш, дөңгелек және де жартылай ай секілді етіп түйіп шықтым. Міне әртүрлі қып түйілген формалар. Енді үстіне жұмыртқаның сарысын алып, жұқалатып тұрып жағып шығатын боламыз. Және де мен оның үстіне қойғанға күнжіт немесе түмен қолдансаңыздар болады. Мен түменді пайдаландым. Ол өте керемет иіс береді, және де самсамыздың көркін ашып тұратын болады. Енді қызып тұрған пешке самсамызды салып аламыз. Өз үй жағдайыңызда пешіңіздің градусын өзгертсеңіз болады. Міне достар, біздің самсамыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Міне қып-қызыл, өте әдемі, беттер жылтырап шықты. Енді ұсынуға қоятын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай самсаларымыз керемет жылтырап, біркелкі қызыл болып пісті. Сөзсіз керемет, дәмі де тіл үйретін болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханның көркін ашатын самсалар болады. Әрі өте тез дайындалады, қамырына да көп уақыт кетпейді. Сіздермен бірге болған Сейілхан балауса, видеоны ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Ас болсын.